Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Егер газдың қысымын изотермалық дельта П 1,5 атмосфераға артырсақ, онда көлемі 2 литрге азаяды. Егер қысымды бастап қысыммен салыстырғанда 2 атмосфера артса, онда газдың көлемі 2,5 литрге азаяды. Газдың бастап қысымымен және көлемі табыңдар. Енді бұл жерде балалар бойлым айыратын теңдеуін жазамыз. Яғни 1/2 екінші күй үшін, бірінші күй үшін жазайық балалар. P1 V1 тең болады қысымы арттырды. P1 қосу дельта P1, а көлемі сығудың салдарынан не болар? P1 минус дельта V1. Бұл бірінші теңдеу. Енді екінші күй үшін жазайық. Бойлым айыру теңдеуін. P2 P1 басында P1 V1 болып тұрды. P1 V1 тең болады P1 қосу дельта P2 көлемі V1 минус дельта V2-ке азайды. Біріншісін жақшаның ішін ашып жіберейік балалар. P1 бірінші теңдеуді P1 V1 тең болады P1 V1 минус P1 дельта V1 плюс дельта P1 V1 минус дельта P1 көбейту дельта V1. Үшінші теңдеу. P1 мен P1-ді жойып жіберейік. Енді қалған жазайық балалар. P1 дельта V1 плюс дельта P1 көбейту дельта V1 тең болады дельта P1 көбейтілген V1. Осы жерден балалар V1-ді өрнектеп шығарып алайық. V1 тең болады бізде дельта P1 көбейтілген дельта V1 плюс дельта P1 көбейтілген дельта V1. Бұл біздің бесінші теңдеу болды. Екінші теңдеуінде жақшаны ашып жіберейік балалар. P1 V1 тең болады. Бұл жерде P1 V1 минус P1 дельта V2 плюс дельта P2 V1 минус дельта P2 өте дельта V2. Осы жерден балалар жойылатын жойып жіберейік. Қалған жазайық. Қалған жазғанда P1 дельта V2 плюс дельта P2 көбейту дельта V2 тең болады дельта P2 көбейтілген V1. Бұл біздің жетінші теңдеу болсын. Осы жерден де балалар V1-ді өрнектеп шығарып алайық. V1 тең болады P1 көбейту дельта V2 қосу дельта P2 көбейтілген дельта V2 бөлінген дельта P2. Сегізінші теңдеу. 5 мен 8 теңестірейік балалар. Сол жақтен, яғни оң жағда теңдеген сөз 8-ді теңестіреміз. Сонымен P1 көбейту дельта P1 қосу дельта P1 көбейтілген дельта V1 бөлінген дельта P1 тең болады P1 көбейтілген дельта V2 қосу дельта P2 көбейтілген дельта V2 бөлінген дельта P2. Енді көбейтейік біріне бірін балалар бөлшектен құтылу үшін. P1 дельта V1 көбейтілген дельта P2 қосу дельта P1 көбейтілген дельта V1 көбейту дельта P2 тең болады P1 көбейтілген дельта V2 көбейтілген дельта P1 қосу дельта P2 көбейтілген дельта V2 көбейтілген дельта P1. Енді біз P1-ді іздеп отырмыз, балалар. P1-ларды белгілей қойып, P1-міз тұр. Не P1 тұр. Оны теңдіктің сол жағына шығарайық, қалған бәрін оң жағына шығарайық балалар. P1-ді жақсылар сыртына бірден шығарып жіберейік. Қалды дельта
V1 көбейтілген дельта P2 минус дельта V2 көбейтілген дельта P1 тең болады дельта P2 көбейту дельта V2 көбейтілген дельта P1 минус дельта P1 көбейтілген дельта V1 көбейту дельта P2. Енді теңдіктің оң жағындағы дельта P2 мен дельта P1 жақшының сыртына шығарып жіберейік балар. P1 дельта V1 көбейтілген дельта P2 минус дельта V2 көбейтілген дельта P1 тең болады дельта P2 көбейтілген дельта P1 жақшының сыртына шығарып жіберсек, сонда бізде қалады дельта V2 минус дельта V1. Бұл біздің белгілеме қойыппыз. 9 мынау біздің 13-тен болсын, 11 болсын, 12 болсын. Осы жерден P1-ді өрнектеп шығарып алуымызға болады екен балалар. P1 тең болады дельта P2 көбейтілген дельта P1 дельта V2 алынған дельта V1 бөлінген дельта V1 көбейтілген дельта P2 алынған дельта V2 көбейтілген дельта P1. P1 бұл біздің 13-ші теңдеу болды. Енді орнына қойып есептей салу ғана қалды балалар. Сонымен P1 тең болады, бөлшек сызып қояйық. Бізде қалды 1,5 2 көбейтілген 10-5 дәрежесі паскаль көбейтілген 1,5 10-5 дәрежесі паскаль. Жақшаның ішінде 2,5 10-3 дәрежесі метр куб алынған 2 10-3 дәрежесі метр куб. Дельта V1-іміз 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб көбейтілген 2 10-5 дәрежесі паскаль алынған 1,5 10-5 дәрежесі паскаль көбейтілген 2,5 10-3 дәрежесі метр куб. Енді бірлігі шығатын болса, балар, онда есебіміз дұрыс деген сөз. Бізде паскаль мен паскаль жақшаның сыртына шықсын, қысқарсын, метр куб пен метр куб жақшаның сыртына шығып қысқарсын, сонда паскаль шықты. Яғни есебіміз дұрыс деген сөз. Енді дәрежесін астында +2 болады, үстінде +2 нардағы дәрежелерді қысқартып жіберейік. Онда +5 кәне дәрежесі қалды. +5 дәрежесі қалды. Онда 10-5 дәрежесі паскаль қалды. P1 арарты есептеп жіберейік. P1 3-3-3-тің жарысы 1,5 4 1,5-ті. Сонда бізде балар шықты. Өте оңай болып кетті. 6 нарда 6 10-5 дәрежесі паскаль. Яғни 6 атмосфераға тең болды ғой. 6 көбейтілген 10-5 дәрежесі паскаль деп тауысса шығара салды. Нарда 4, нарда 3,75 0,25 қалады. Үстінде бізде 1,5 нарда жарысы 1,5-ті 0,25-ке бөлсек 6 шықты. Енді V1-ді тауып алайық балар. Біз V1-ді бірінші теңдеуден шығара салайық балар. P1 қайтан жазып жіберейік. V1 сіздерге түсінікті болу үшін P1 қосу дельта V1 минус дельта V1. Бұл бірінші теңдеу. Жәнегі жазған бірінші теңдеуіміз. Енді осыны ашып жіберейік балар. V1 тең болады V1 минус P1 дельта V1 плюс дельта P1 көбейтілген V1 минус дельта P1 көбейтілген дельта V1. Тағы да P1 мен P1 жойып жіберейік. Сонда V1-іміз міне тұр балар. Осы V1-ді шығарып алсақ болды. Сонымен дельта P1 көбейтілген V1 тең болады. Бәрі плюс болады. P1 көбейтілген дельта V1 плюс дельта P1 көбейтілген дельта V2.
2 В2 осы жерден мына біздің екінші теңдеу болсын, мына біздің үшінші теңдеу болсын. P1-ді өрнектеп шығарып алайық балар. P1 тең болады P1 көбейтілген дельта V1 қосу дельта P1 көбейтілген дельта V1-ларда. Мына жерде есебіміз қазір шықпай қалады балар. Дельта V1 көбейту дельта V1 бөлінген дельта P1. Дельта V1 жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Дельта V1 жақшаның сыртына шығарып жіберсек, сонда бізде қалады балар. P1 қосу дельта P1 бөлінген дельта P1 қалды. Дельта P1 қалды. Төртінші теңдеу дейік. Енді тағы біраз ақшанда жерек, сонымен соның кейін V1-ді өрнектеп шығарып алдық. Дельта V1-ді жазып қойық. Жеке-жеке бөлшек түрінде жасақ. P1 бөлінген дельта P1 қосу 1 қалды. Бұл енді тіпті жақсы ықшамдалып кетті. Орнына қойсақ, P1-ді тез табамыз. P1-міз біздің 2 10-ның -3 дәресі метр куб. P1-міз жәнегені таптық 6 10-ның 5 дәресі паскаль. V1-міз 1,5 10-ның 5 дәресі паскаль қосу 1. Паскаль мен паскаль қысқартайық. 10-ның 5 дәресін 10-ның 5 дәресін қысқартайық. 6-ны 1,5-ға бөлеміз 4, 4-ті 1-ге қосамыз 5, 10. Сонда 10 көткен 10-ның -3 дәресі метр куб болды. Сонымен балар, біздің бастапқы көлеміміз 10 литр екен. 10 литр. Ал бастапқы қысымыз 6 атмосфера екен. Жауабы деп жазып қойық балар. Жауабы. Осымен балар, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.